Қайырлы күн, құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері. Бүгін мен сіздерге оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдердің бірнеше түрін ұсынғым келеді. Бірінші әліпби тәсілі. Әліпби тәсілімен жұмыс жүргізу үшін алдын ала әліпбидегі әріптерді қиып, және оларды қиылған әріптерді араластырып, сонан соң сыныптағы оқушылардан сол әріптердің ішінен белгілі біреуін суыруын өтінесіздер. Әр оқушы өзі суырған, өзіне түскен әріптен басталатын өткен тақырыпқа қатысты терминдерді және олардың анықтамаларын айтып шығады. Мысал үшін, оқушы суырған кезде оған Қ әрпі түсті деп ойлайық. Соған сәйкесінше оқушы Қ әрпі жазылатын, яғни Қ дыбысынан басталатын терминдерді атап, оларға анықтама беру керек. Мысалға, қаратпа сөздің анықтамасын береді, қыстырма сөз, қосарлы айқындауыш, қарсылықты салалас құрмалас сөйлем деп осылай атап, сосын солар терминдерге анықтама береді. Әліпби тәсілімен жұмыс жүргізу арқылы қорытынды сабақтарда, емтиханға дайындық барысында өткен материалдарды қайталау және оны бекіту мүмкіндігі туындайды, және бұл тәсіл арқылы оқушылардың жалпы еске сақтау қабілетін жаттықтыруға болады. Екінші әдіс тәсіл бүгін ұсынылатын бұл сөз тіркесі сөйлем тәсілі. Бұл тәсіл қалай жүргізіледі? Мұғалімнің өзі немесе мұғалім сыныптан бір арнайы оқушыны тағайындауына болады. Мұғалімнің өзі немесе алдын ала тағайындалған оқушы сыныпты аралап жүріп, сөз тіркесі сөйлем деп айтып жүреді де, бір оқушының тұсына барған кезде осы үш сөздің біреуін, мысалға сөйлем деген сөзді қаттырақ айтып тоқтайды, кідіріс жасайды. Сол кезде сол тұстағы оқушы сөйлемге қатысты терминдерді атау керек. Мысалға, предикативтілік, немесе сөйлемнің модальділігі, немесе лепті сөйлем, хабарлы сөйлем деген тәрізді атап үлгеру керек. Егерде сол аталған терминге қатысты ұялас терминдерді айта алмай қалса, оқушы ойыннан шығады. Ойын ең соңғы ойыншы қалғанша жалғаса береді. Бұл тәсілді тек сөз тіркесі сөйлем деген терминдерге ғана байлап пайдаланбауға болады. Лексикология саласында бұны басқаша атауға, немесе морфология саласын қайталатуда басқа терминдермен, немесе басқа сөздермен атап қолдануға болады. Үшінші тәсіл бір қадам алға тәсілі. Бұл тәсіл негізінен оқушылардың зейінін сабаққа шоғырландыру үшін пайдаланылады. Бұл кезде мысалы мұғалім есіктен кірген бойдан өткен материалдарға байланысты сұрақтар қояды. Жауап дұрыс болса, бір қадам алға жылжиды, ал жауапты қате берсе, онда бір қадам артқа шегінеді. Мұғалім өзінің орнына, яғни столына жеткенше бірнеше сұрақ қою арқылы оқушылардың зейінін сабаққа осылайша шоғырландыра алады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Өз тәжірибелеріңізде қолданып көрсеңіздер болады, және оның пайдасы немесе қиындығы туралы каналға кері байланыс жасауларыңызға болады. Сау болыңыздар.